Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Мына қамшының сабындай қысқа өмірде бір-бірімізді ренжітіп, өкпелетіп жатамыз. Сосын деген әңгімені көп айтамыз. Қолдан келгенше ағайын бір-бірімізді бағалап жүрейік, ренжітпейік, өкпелетпейік. Сіздермен бірге рахым каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетеміз. Қысқа өмір өкпе ренішпен өтпесін. Таң жаңа ғана атқан сияқты еді. Қарасам, кешкі 8 болыпты. Дүйсенбі деп тұрып жатыр еді, бүгін жұмада болып қалыпты. Осылай ай өтті, осылай жыл өтті, осылай 30-40 жыл өмір су өте қалады. Қарасақ, жанымызда кейбіреуіміздің әке-шешеміз, жан достарымыз, бауырларымыз жоқ болады. Қайта ролға кешігеркенін түсінеміз. Солай, ендеше қалған уақытты мейірімінше қайырлы қылып өткізейік. Өзіңе ұнайтын тірлікті істеуден ұялма, сыр көйлегіңе қызыл алқа тағудан қысылма. Жүрекке жылу беретін ұсақ-түйек нәрселерге жылы жымиюды үйрен. Уысымыздан сусып кетпеген уақытымыздың қадірін білейік ағайын. Сосын деген сөзден құтылып көрейікші. Мен мұны сосын істермін, сосын айтармын, кейін ойланармын, маңызды істердің бәрін кейінге қалдыра береміз. Сосын оның бәрі біздің еншімізге бұйыра бермесін ойламаймыз. Себебі ең маңыздысын түсінгіміз келмейді. Сосын шай суып қалады, сосын құндылықтар өзгеріп кетеді, сосын жыл бітеді, сосын денсаулық нашарлайды, сосын балалар есейіп кетеді, сосын уәде ұмытылады, сосын күн түнге ұласады, сосын өмір өтіп кетеді, сосын ылғи кеш қалып жатамыз. Сондықтан ештеңені кейінге қалдырма, себебі сосынды күтіп жүріп өмірдің ең жарқын сәттерін өткізіп алуы мүмкін. Бауырыңнан не досыңнан айырып қалуы мүмкін. Шын сүйген адамың қайырылмай кетіп қалуы мүмкін. Өкінгенмен уақытты кері қайтара алмайсың. Ең жақсы тірлігіңді, ең жақын бауырыңды, ең жақын досыңды, отбасыңды, бүгініңді осы сәтте өткізіп аласың. Қазір істеуге тиісті жұмысты ертеңге қалдыратындай жасты емеспіз. Сондықтан бұл хатты оқып отырсаң, дереу бөлісуге уақыт тап. Әлде оны кейінге қалдырасың ба? Бұл сәтте ертең ешкіммен бөлісуге ниетті болмайсың. Бәрін қазір істе. Көбіміз бұрын жолын салғандаймыз, бірақ та тұлдыр жетім қалғандаймыз. Таулардың қастарында жүрген кезде таулардың биіктігін аңғармаймыз. Асқар тау әкемізді түсінбейміз, ақыл айтпай үндемей жүрсін дейміз. Өз отбасым, өз балам, өз қызым бар деп, бізден бөлек өздері тұрсын дейміз. Өлгеннен соң жылап жүріп сағынамыз, түске көрсе кетпе деп жалынамыз. Кім біледі, ата-анамыз қайтып келсе, жүрер едік бұрынғыдай тағы да біз. Қайта келсе, ата-анамды жылатпас ем, еш адамнан еш нәрсе сұратпас ем. Барымды сап, көтеріп көңілдерін, ата-анамның беделін құлатпас ем. Солар үшін қайтадан туар едім, 5 мезгіл қол аяғын жуар едім. Таза ауаға апарып, асын беріп, шыбын шіркей жылатпай қуар едім. Бірақ рет келеміз бұл өмірге, ата-анамыз уақытша жүр өмірде. Қадірін кеш түсінген ата-анамның орны толмай ойсырап тұрым барде. Құран оқып, кейбірде жылап алам. Қара жерге басырып құлап алам. Ата-анама жақсылық тілеп жүрейім, алдымда жүрген кезде сұрамағам. Ата-анаңды бәріңде сыйлаңыздар. Жан жағының көңілін қимаңыздар. Үлкендердің көңілін таппай тұрып, бұл жылғанда ешнәрсе жеймаңыздар. Жан жағының қарғысын алмаңыздар. Жүрекке жара салмаңыздар. Бір-бірінің қадірін кеш түсініп, ең бастысы кешігіп қалмаңыздар. Өмірден талай пенде өтер, сен де, мен де ол да өтер. Ол жалған қамшы сабындай, сыйласа алмаса сол бекер. Көңілін достың жығарсың, туыстың ісін сыларсың. Қадірін білмей жүргенде қабірін қазып жыларсың. Көнбейді уақыт ыңғайға, келмейді қайтып жылайды. Жан таласқанша жан жақпен, жан тапсыратын күн ойлап. Бақилық барлық бабамыз, біздер де сонда барамыз. Суық қара жер алғанша, суынбасыншы арамыз. Сыйласып өмір сүрейік, уақытша ғана адамбыз. Бір күні бұл жүректе тоқтайды. Жыласаң да, жұрасаң да соқпайды. Бардың қадірін білейік, ренжітпейік ағайын бір-бірімізді. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар.